Әз Наурыз жаңару мен жаңғырудың бастауы. Ұлыстың ұлық мерекесі Ақмола облысында да кең көлемде аталуда. Әсіресе шаһар бойынша көптеген мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылуда. Бүгінгі Наурыз мейрамы қайырлы болсын, ақ мол болсын, денсаулығың сау болсын, Алла тағала мынау сиыр жылы қайырлы болып, қызық қуаныш әкелсін. Қазақстан жарқырап бүкіл әлемге тек қана қызық қуаныш болсын. Наурыз тойы қайырлы болсын. Әз Наурыз күні құтты болсын. Бұл жаңа күніміз, жаңа күн елімізге қайырлы құт әкелсін, береке әкелсін. Ұлы соң болсын, ақ мол болсын. Халқымыз аман, еліміз тыныш болсын. Алла тағала отанға амандық беріп, мынау жаман аурулар елімізден кетіп, халқымыз аман болсын. Бұл Сарыарқа шағын ауданы тұрғындарының қуанышы. Әз Наурыз мерекесін олар ыстық ыждахаттылықпен тойлауда. Меймандарға ыстық бауырсақ ұсынып, шашу шашты. Ұлыс бақты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін. Ал осы шағын ауданның тұрғындарына көкшелік өнерпаздар жырдан шашу шашып көңілдерін көтерді. Сондай-ақ тұрғындар назарына қазақтың салт дәстүрінен сыр шертетін арнайы көрме қойылған. Тарихи өлкетану музей қорынан 50-ге жуық жәдігер экспонаты келіп қойылды. Қала тұрғындары үшін әдейі музейдің жұмыс туралы, музейдің жәдігерлері туралы қазақ халқының этнографиясын дәріптеу мақсатында бүгін осындай киіз үйдің инсталляциясын құрып отырмыз. Әрине қызығушылық танытып сұрап жатқан адамдар өте көп, кейбір адамдарға бұл беймәлім нәрсе екен. Осы қазақ халқының киіз үй туралы, құрылған Алтыбақан туралы сұрап біліп, фотоға түсіп, қызығушылық танытып жатқан тұрғындар өте көп. Ал кішкентай балғындардың құрметіне қазақ ертегілерінен қойылымдар қойылды. Көзге бірден түсетін Мыстан кемпірдің образы жиналған көпшілікті таңғалдырды. Осылайша ерте заманнан ұмытылмаған ертегілер тағы бір мәрте жаңғырып насихатталды. Бұл керуен қазақ ертегілерінің керуені деп аталады. Яғни бұл керуеннің мақсаты қазақ ертегілерін насихаттау болып табылады. Яғни біздің өскелең ұрпаққа осындай қазақтың да осындай ертегілері бар екен дәріптеу болып табылады. Негізі бүгін қала бойынша автокеруен ұйымдастырды. Бұл керуен барысында бүкіл қала тұрғындары көптеген қазақтың ертегілерінің персонаждарын, яғни кейіпкерлерін көрді. Менің кейіпкерім Мыстан кемпір, яғни орыстарда мысалы Баба Яга деген кейіпкер бар, соның бірі ол Мыстан кемпір болып табылады. Яғни бұл Мыстан кемпірде, яғни қазақтың элементтерін пайдалану арқылы осындай теріс, яғни кейіпкердің бар екенін көрсету болып табылады. Негізі балалардың қызығушылығы көп, фотоға түсіп жатыр, видеоға түсіріп жатыр. Яғни бұл дегеніміз ұлттық құндылықтарымыздың да, ертегілерімізді де насихаттау болып табылады. Айталық, осындай мерекелік кеш бүгін шаһардағы 8 шағын ауданда ұйымдастырылды. Ал 10 күнге жоспарланған Наурыз мерекесі бүгінде аймақта сәтті жүзеге асуда. Оның айқын дәлелі бүгінге дейін облыс бойынша 500-ден астам көпшілік іс-шара өткен. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың айтқан сөзі Наурыз мерекесін жаңа форматта өткізу. Осы орайда Ақмола облысында Наурыздың бірінші күннен бастап 500-ден астам іс-шара жоспарланған. Оның ішінде сайыстар, конкурс, кездесулер, ол бәрі онлайн түрде өткізілді. Ал енді бүгінгі күнде 21-22-сі Ақмола облысының түкпір-түкпірінде аудандар, қалалар, облыстық орталығының шағын аудандарында алғашқы рет кигіз үй музейі, Алтыбақан және қашықтық концерті ұйымдастырылды. Ал бүгінгі күннің ерекшелігі алғашқы рет облыстық орталығында қазақ халқының дәстүрін, салт дәстүрін насихаттау үшін және жастарға аманат болсын деп қазақ халқының ертегілерінің керуені Стрейт Фест ұйымдастырылды. Ол алғашқы рет. Осындай іс-шаралар алдағы 3 күнде де жалғасын табады. Мәдениет саласының мамандары осылай дейді. Қорыта айтқанда, жыл басы саналатын Әз Наурыз әр шаңырақтың босағасына береке мен бірлік берсін. Ел үшін жасалатын игі қадамдар сәтті болсын. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын.